Сәлем достар, бүгін өте дәмді тағамдардың бірі, отбасымызбен сүйіп жейтін тағамдарымыздың бірін жасаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге керегі тауықтың төс еті, яғни филе деп атайды ғой. Осыны алдын ала барлығын турап дайындап қоямыз. Тауықтың төс етін ұзыннан турап шығамыз. Одан кейін сарымсақ қажет, пияз қоспаймыз. Сарымсақты өте ұсақтап майдалап турап шығамыз. Ең алдымен қызып тұрған табамызға кішкене ғана сұйық май құйып, алдымен сарымсақ, яғни чесногымызды 1 минуттай қуырып аламыз. Көп қуырып қоймаңыздар, өйткені күйіп кетеді. 1 минуттай қуырсаңыздар жеткілікті. Даже 30 секундтың өзі жеткілікті. Шамалы сары түске айналуы керек. Одан кейін оның үстіне тауықтың төс етін саламыз. Тағы да 1 минуттай қуырып аласыздар. Осы орайда біздің шампиньондарымыз қажет. Менің жасап жатқан тағамым 3 адамға арналған, 3 емес 4 адамға арналған порция болып саналады. Осындай шампиньондарды шамалы ірілеу қылып турадым. Өйткені майдалап турасаңыздар қуыру барысында өте кішірейіп көрінбей кетеді. Сол үшін шамалы ірілеу қылып тураңыздар. Одан соң дәміне қарай тұзын және де қара бұрышты кішкене ғана салып, одан кейін міндетті түрде сливки керек. Сливкидің проценті 20%-тен жоғары болса дәмдірек болады. Және де үстіне кішкене ғана су құйып жібердім. Жарты сағаттай пісіріп аламыз. Осы орайда мен гарнирге күріш жасадым. Күрішпен, макаронмен ұсынсаңыздар да дәмді болып шығады. 20 минуттан кейін біздің сливочный соусымыз дайын болды. Күрішімізді де пісіріп алдық. Мінекей біздің тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде жасаңыздар. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыз.